Баршаңызға сәлем, есімім Ұлпан, арнама қош келіпсіз. Бүгінгі сабақта сіздермен 5 саусақты қолғап тоқып үйренеміз. Қолғапты тоқып бастамас бұрын мен айтып кететін ақпаратты толық көріп шықсаңыздар деймін. Яғни видеоны болмаса сабақты толық көріп шықсаңыздар сіздерге артық етпейді. Одан кейін ішіндегі есептеуді мұқият тыңдап, менімен бірге жасасаңыздар сіздерде барлығы оңай шығады. Қараңыздар, өте қарапайым қолғаптың бірі. Екі қолы да бірдей тоқылады. Қараңыздар, 5 саусақты осындай анатомиялық тұрғыда тоқылған. Қараңыздар, әрбір саусақтың өлшеміне сай осындай көріністе. Және қараңыздар, жиегі де өте қарапайым теріліп алынды. Бұл жерде жіпті 2 инебізге бірдей теріп алып тоқыдым. Сіздер де қазір көрсеткен әдіс бойынша 2 инебізге теріп аласыздар. Және жіпті терген кезде қатты тартып тастамауларыңызды сұраймын. Себебі қараңыздар, жиегі осындай емін-еркін өтуі керек. Осы тұста бізде қарасаңыздар өте оңай өтіп тұр. Енді осылай оралып қалғанын қаламасаңыздар, сіздер алғашқы 2 қатарды бірде-бір резинкасымен тоқып кетсеңіздер болады. Бірақ мен бірден оң тоқып кеттім. Енді маған сәл осылай айналып тұрса, меніңше өзі бір жиегі ерекше көрінетін сияқты. Енді бұл қолғап әлі жуылмады. Міне тоқып біте салып, сіздерге осы таныстыру бөлімін түсіріп жатырмын. Кішігірім бұйым болса да, дәл осы сабақты маған түсіру өте қиын болды. Есептеу жағынан бастап, және әрбір саусақты жеке-жеке бірнеше инебізбен тоқып көрсету өте қиын болды. Оны сіздер қосымша сабақ арасында түсінерсіздер. Көктем мезгілінде де қолғап актуалды болары анық. Егер бұл полушерсть сіздерге қалың болса, онда өзіміз полухлопок немесе хлопок, болмаса кашемир деген сондай орташа қатты ыстық болмайтын құрамдас жіптерден тоқып алсақ өте жақсы нұсқаның бірі. Екі қолын бірдей бастасаңыздар, сіздерде тығыздық бірдей болады. Ал бір қолын тоқып тастап, екінші қолын кейінге, яғни ұзақ уақытқа қалдырмаңыз. Бірден тоқуға тырысыңыз, себебі тоқу барысында кішкене айырмашылық болады. Менікінің өзінде мен кезекпен тоқыдым. Мысалы, оң қолдыкін бөлек, сосын сол қолдыкін. Оң қолды толық бітіргеннен кейін сол қолдың қолғабын тоқып, кішкене менде тоқу тығызында айырмашылық байқалады. Бірден айта кетейін, бұл қолғапты тоқыманы жаңадан бастап жатсаңыз, сізге қиын болары анық. Сол себепті де ең бірінші өзіңіз барлық сабақты толық көріп шығыңыз осы қолғапқа байланысты. Егер сіздерге тоқылу әдісі түсінікті болып жатса, онда бастап көрсеңіз болады.